Hello everyone, how are you today? The theme of our lesson, I will always love you. Today we speak about grammar, future simple, will, want, and shall. Саламатсыздар ма құрметті қатысушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз I'll always love you дегеніміз, мен сені әрқашанда сүйіп өтемін дейді, я буду всегда тебя любить. Енді бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз бұл future simple. Біз алдында future simple'дың болжам түрінде қалай жаңағы қолданатынын айттық. Ал осы жолы біз енді ағылшын тілінде осы модальді етістікті will'ді болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемде және бірнеше сөйлемдер құрауға қолданамыз. Бұл сіздер білетіндей, мен қазір мінекей демонстрацияны тоқтатып, өзімізді тақтамызды ашайын. Тақтамызды аштым, құрметті қатысушылар. Мінекей тақырыбымыз will, want және жақшаны ішінде shall деп қояйын. Неге? Shall енді әрине бізде қазақ тілінде, ағылшын тілінде уже көптен көрінбейді, жаңа қолданыста жоқ, бірақ бір кездері шығып қалуы мүмкін. Сол кезде неге бұл shall деген шығып тұр, қайдан шыққан деп айтпау үшін, яғни бүгін біз толық азбыр жасаймыз. Сіздер білесіздер, бұлар бізде келер шақтың мақсатын ойнайды. Енді мен сіздерге positive form, ең бірінші positive form дейміз, болымды сөйлемде қалай қолданатынымызды айтайын, плюс қойып кетемін. It's positive сіне. I will, you will, he, she, it will. Біз көпше түрде we will, they will. Мінекей бұл болымды сөйлем. Енді астында бізде болымсыз сөйлемді жасайық. Болымсыз сөйлемді жасау үшін біз бұған notты қосамыз. Яғни ол қысқартылған түрде бізде want болады. Ол қалай want болады екен? Ал кеттік. I will not, жақшаның ішінде want деп қоямыз сразу. Want, you want. He, she, it want. We want. They want. Мінекей we want, they want. Бұл бізде болымсыз түрі. Енді бізде сұраулы сөйлем бар. Біз алдыңғы сабақта сұраулы сөйлемнің will, I дегенді өттік. Енді бүгін мен мынаны айтайын. Will I not дегенді жазайын. Will I not, яғни немесе want I. Сіздер енді білесіздер ғой, біз қазақша тек қана ағылшын тіліміз, қазақ тілінде де айтамыз ғой, мысалы, сен не оқымайсың ба, немесе қарамайсың ба деп, болымсыз түрде сұрақ қоямыз ғой. Сол кезде біз ағылшын тілінде қосымша етістігіміз will алға шығады, есімдік және not қолданады. Ал егер біз қысқартылған want бірге қолданатын болсақ, онда біздің want-ымыз сөйлемнің алдына шығады, I және есімдігіміз біздің сөйлемнің артына кетіп қалады. Енді мен барлығын осымен жазып кетемін. Want, көпше түрдің бәрін бірге жаза салайын. You, we, they, және want, he, she, it. Мінекей, бұлар бізде сұраулы сөйлемнің рөлін атқарады. Сіздер енді алдыңғы сабақта болымды түрін білесіздер, ал енді мұнда, то есть алдыңғы сабақта сіздер позитив болымды түрін білесіздер, ал осы сабақта керісінше сіздер болымсыз түрін білесіздер. Болымсыз түрі қалай жасалынады? Сұраулы сөйлем кезінде отрицательная вопросительная форма дейді. Ал кеттік. Енді мен сіздерге бір сөйлемдер айтып отырайын, сіздер сол сөйлемдерді жазып отырыңыздар. Мен киноға барамын. I will go. I will go to the. Енді қараңыздар. I will go барамын. Енді біздің тақырыбымызда shall болғандықтан, жақшаның ішіне жазып қойын, кішкентай әріппен жазып қойын. Осыдан
15-25 жыл бұрын, яғни shall дегеніміз осы тура will shall буду деген мағына беріп, яғни тек қана в единственном числе в первом лице бірінші жақтағы жекеше түрде shall деп қолданылатын. Бірақ қазір ол қолданыстан түсіп қалған, яғни бұл ескірген сөздердің қатарына кірген. Ағылшын тілінде сөздік бар, сол сөздіктің ішінде бұл ескірген сөздердің қатарына кіріп, қазір қолданыстан ақыры шығып жатыр. Енді shall өзі шыққанымен should бірақ та өте үлкен рөл атқарады. Бізде ол вежливая форма should следует деген мағынада, яғни өте көп қолданыста отыр. Енді мен айтайын, біз ертең мына тексті аударамыз дейік. Біз ертең мына тексті аударамыз. We will аудару. Translate this text tomorrow. Ертең. Біз ертең бұл тексті аударамыз едік. Енді, яғни осындай мысалдар келтіру үшін мен сіздерге қазақшасын айтып отырайын. Сіздер ағылшыншасын өздеріңіз аударып отырыңыздар. Мен бүгін кешке бос болмаймын. Енді ағылшын тілінде, қазақ тілінде бос болмаймын деп отрицательный беріліп тұр ғой, болымсыз. Бірақ та ағылшын тілінде менің қолым бос болмайды. Яғни мен жаңағы занят боламын деп аударсақ болады, ол өте оңай болады. I will be. Bir minut. I will be busy tonight. Міне, мұнда біз бүгін кешке, бүгін түнде дегеніміз tonight, will be боламын, busy, яғни бос емес деген сөз. Ал енді біз қазақша айтқан кезде, мен жаңағындай бос болмайын, бұл бізде андай болымсыз сөйлем түрімен айтылып жатқан сияқтымыз, бірақ ағылшын тілінде занят деген сөзіміз бар біздің. Менің бүгін кешке қолым тимейді деген сөз ғой, енді біздің қарапайым тілмен айтқан кезде. Немесе бізде ертең ағылшын тілінің сабағы болады дейікші. We will have an English lesson. Ертең, яғни қашан? Ертең, tomorrow. Біз бұл кезде, мінеки will have, бізде болады ғой ертең. У нас будет завтра, will have болады. Себебі will be деп айта алмаймыз, себебі біз I have English lesson, сабағым бар. Сіздер білесіздер, have дегеніміз принимать, иметь, және будет деген сияқты мағыналарды білдіреді. Жақсы. Енді you'ды алайық, сіз ертең жұмыс жасайсыз ба деп сұрағым келіп тұр. Мен ертеңге байланысты, жалпы маған болжам керек болып тұр. Мен қалай айтамын? Will you work tomorrow? Will you work tomorrow? Бұндай сұрақтарға yes, немесе no деп жауап берсеңіздер болады, жақсы ма? Сенде мысалы, сенде бір ойыншық болады ма? Будет ли у тебя деп айтатын болсақ, будет ли, неге оны будет ли дегенге алып келіп жатырмыз, себебі біз have дегенді қолдануды will you have, will you have, будет ли у тебя toys, ойыншықтар дейікші, ойыншықтар болады ма сенде? Немесе ол мұнда келмейді дейікші. Келмейді, болымсыз түрде айтайық. He won't come here. Come here. Жақсы. Сондықтан, ал мынандай сұрақ қойып, мен сені күтейін ба? Или мен сені күтейін бе? Мне тебя подождать деген сұрақты қоятын болса, біздің will'ымыз алдыға кетеді. Will I wait for you? Неге wait for you? Себебі ждать wait for, ағылшын тілінде wait for. Окей. Енді сіздер бұны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бұл тақырыпты болымсыз түрі, болымды түрі және сұраулы сөйлемдерді қалай жасайтынымызды. Ал енді мен айтайыншы, олар воскресенье күні экскурсияға барады. Ағылшынша аудара қойыңыздар. Олар воскресенье күні экскурсияға барады.
Немесе они пойдут на экскурсию в воскресенье. Орысшасын айтайын, иә. Немесе мы пойдем туда в 5 часов. Мы пойдем, біз ол жерге сағат 5-те барамыз. Келер жақта болжамды түрде, иә, айтып отырмыз дейді. Немесе және соңғы сөйлемімізді айтайықшы. Сіз ертең чай ішуге келесіз бе? Сұраулы сөйлеме. Сіз ертең чай ішуге келесіз бе? Дұрыс. Енді болымсыз түрін айтайын ба? Болымды түрі кетті. Сіз бүгін кешке үйде қалмайсыз ба? Бұл сұрау сөйлем болып кетті. Қалмайсыз болсыншы. Вы не останетесь, например, дома. Вы не останетесь дома. Болымсыз түрде, вы не останетесь дома сегодня вечером болсын. Үйде бүгін кешке қалмайсыңдар. Немесе бізбен бірге барасыңдар деген сияқты осы сөйлемді, яғни аударыңыздар. Осы үш сөйлемді аудара қойыңыздар. Және біз өзіміздің платформамызға барайық, платформадағы тапсырмамызды орындайық. Қайта біздің демонстрациямызға. Ал құрметті қатысушылар, бірінші тапсырмамызды аштық. Бұл жерде сіздер аудионы тыңдайсыздар. Аудионы мұқият тыңдап, мынау сөздердің қай буынға жататынын, яғни анықтауларыңыз керек. Ол үшін мен сіздерге қазір аудионы қойып берейін, сіздер көру үшін. Себебі мұнда аудио қойылмаған екен. Жақсы, сіздер күте тұрыңыздар. Мұқият тыңдаңыздар, екі рет, үш рет қойып берейін. Сіздерге түсінікті болсын деп. Және төртінші рет тек қана тексеріс аудиясын қоя саламын. 6.12 Decide. Offer. Promise. Agree. Arrive. Borrow. Complain. Depend. Forget. Happen. Invite. Practice. Prefer. Receive. Repair. Енді мұқият екінші рет тыңдап шығыңыздар, сіздерге түсінікті болу үшін, себебі платформада аудио жоқ екен. 6.12 Decide. Offer. Promise. Agree. Arrive. Borrow. Complain. Depend. Forget. Happen. Invite. Practice. Prefer. Receive. Repair. Ал үшінші рет қоямын, содан кейін тексеріске көшеміз. 6.12 Decide. Offer. Promise. Agree. Arrive. Borrow. Complain. Depend. Forget. Happen. Invite. Practice. Prefer. Receive. Repair.
Жақсы. Енді тексеріс, сіздер қазір жазып болдыңыздар. Бір буынға қайсы сөздер, бірінші буынға ударение түсетін екпін, екінші буынға екпін түсетін сөздерді жазып болдыңыздар ғой тыңдап. Енді соларды тексереміз. Мұқият тексеріңіздер өздеріңізді және 6.11. First syllable. We'll offer him the job. I promise to come. Can I borrow your car? It'll never happen. Please practice the sentences. Second syllable. We'll decide later. I don't agree. When do you arrive? They complain about everything. It'll depend on the weather. Don't forget your keys. Let's invite her. Which do you prefer? You'll receive it in a week. Can you repair this, please? Окей. Құрметті қатысушылар, енді келесі тапсырмамызға көшейік, өздеріңіз тексердіңіздер. Келесі біздің тапсырмамыз writing. Яғни writing тапсырмасын аша қойыңыздар. Ой, кешіріңіздер, біз басқа сабаққа кетіп қалдық. Бізде бүгін 13-ші сабақ. Writing ашамыз. Writing тапсырмасында біз мына сөйлемдерді үш формада қою керекпіз: болымды, болымсыз және сұраулы. Мысалы, Harry will cause trouble. Harry won't cause trouble. Will Harry cause trouble? Осындай сөйлемдерді қойып шығасыздар. Үш болымды, болымсыз және сұраулы. Жақсы. Бұны қойып болғаннан кейін, яғни келесі тапсырмамызға көше береміз. Ол бізде speaking. Біздің спикингта мына 4 сұраққа жауап бересіздер. Микрофондарыңызды басасыздар. Осы сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін отправить на проверку деп бассаңыздар, бізге тікелей келеді. Келесі reading. Оқу, мына оқуда мына тексті оқисыздар, мына текстің төбесінде мына 4 сөздер тұр. A few years later, 7 years ago, 14 years, and 8 years after. Енді мұқият қарасаңыздар, осы сөздерді мына бос орындарға біз қойып шығуымыз керек. Соны қойып шығасыздар, тексті оқисыздар, мұқият оқып болғаннан кейін аударасыздар, аударып болғаннан кейін оның астына бүкіл аудармасы жазасыздар. Және енді біз жаңағы платформадағы тапсырмаларды аяқтап болғаннан кейін үй тапсырмасын орындауға көшеміз. Үй тапсырмасы homework. Homework'та мына бірінші тапсырмамызды listening. Осы listeningті ашасыздар, мұқият тыңдайсыздар, 2 рет, 3 рет тыңдаңыздар, 4-ші рет тыңдаған кезде мұнда бос орындарды сөздерін толықтырып жазасыздар. Келесі writing, сіздерге мына видеоны мұқият тыңдап шығу керек. Видеоны қарап болғаннан кейін астындағы тапсырманы орындайсыздар. Оны орындап болғаннан кейін бізде speaking. Speaking'тің тапсырмасында видео қарайсыздар жақсылап тұрып. Бұл видеоның астында мінекей 5 сұрақ бар. Осы 5 сұраққа мұқият жауап бересіздер. Ол үшін мына микрофонды басасыздар. Каждый сұраққа жауап беріп болғаннан кейін жіберсеңіздер болады. Немесе сіздер өздеріңіз WhatsApp'та бір аудиодан диктофонға жазып аласыздар да, оны мына выбрать файл деп бассаңыздар, бізге міндетті түрде келеді. Reading, мына оқу, мына тексті мұқият оқисыздар және астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Тексті оқу керек, аудару керек. Яғни бұл біздегі үй тапсырмасының тапсырмалары, үй тапсырмасында орындайтын. Құрметті қатысушылар, сіздерде егер бүгінгі сабақ бойынша сұрақ туындайтын болса, міндетті түрде бізге чатқа жазыңыздар. Немесе күнделікті сіздерге жіберіліп жатқан ссылка бойынша сіздер біздің сабақтарға қатысып, яғни өздеріңіздің тілдеріңізді практиковать ете аласыздар. Сол себепті қандай да сұрақ туындайтын болса жаза қойыңыздар, біз сіздерге әрдайым жауап береміз. Және де құрметті қатысушылар,
біздің сабақтарымызға кіріп қатысыңыздар. Жақсы, егер сіздің сұрақтарыңыз жоқ болса, онда осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз, құрметті қатысушылар. Thank you for your attention. Сіздердің назарларыңызға рахмет, құрметті қатысушылар. And if you haven't got any question, we finish our lesson. Яғни сұрақтарыңыз жоқ болса, сабағымызды аяқтаймыз. Bye. Goodbye.